Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бұлт сияқты нәп-нәзік және өте дәмді болып шығатын меренговый рулеттің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін 200 грамм ақуызға азырақ тұз қосамыз, сосын аппақ көпіршіктер пайда болғанша миксерлейміз. Сосын 300 грамм қант ұнтағын аз-аздан електен өткізіп сала отырып, осы ақуыз қатты жақсы көпіргенше, өзінің формасын ұстап тұратындай қою болғанша жақсылап көпіртіп аламыз. Ақуыздың салмағы қанша болса, соны 1,5-ға көбейтіп, сонша қант ұнтағын қосу қажет. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Ыдысты төңкерген кезде ешқандай осы ақуыз ағып кетпейтіндей, осындай өзінің формасын ұстап тұратындай болу керек. Формаға пергамент қағазын төсеп, жаңағы меренганың барлығын саламыз, бетін тегістейміз. Сосын сәнді болып шығу үшін кішкене узорлар беруге болады. Лопатаның көмегімен, немесе кез келген, мысалы қасықтың, пышақтың көмегімен осылай өрнектер салып шығуға болады. 150 градуста қызып тұрған пешке салып 30 минуттай пісіріп аламыз. Беті осылай қытырлап тұруы қажет. Енді үстіне басқа пергамент қағазын қойып, аударамыз. Пергамент қағазынан босатып, сеткаға қойып суытып аламыз. Енді крем дайындаймыз. 150 мл салқын кілегейге 30 грамм қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Сосын 250 грамм творожный сыр салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сонымен біздің креміміз дайын болады. Меренга өзі тәтті болғандықтан кремге бар жоғы 30 грамм қант ұнтағын саламыз. Бір реттік кондитерлік қапшыққа осындай насатканы орналастырамыз да 2 ас қасық кремді салып шетке алып қоямыз. Ол креммен рулеттің бетін сәндейтін боламыз. Ал қалған кремнің барлығын жаңағы суып тұрған меренгамызға салып, тегістеп, жағып, ақырындап, видеода көрсетілгендей етіп, осы пергамент қағазының көмегімен жақсылап барлық шетін бірдей етіп баса отырып, орап шығамыз. Сосын ақырын байқап ыдысымызға орналастырамыз. Өте жұмсақ және нәзік болады, беті сынғыш болады, өзі солай болып шығу керек. Ол жағынан қорықпаңыздар. Ақырындап ыдысымызға орналастырып, жаңағы алып қойған кремді жағып шығамыз бетіне. Қалауыңызша сәндеуіңізге болады. Мен осылай құлпынаймен сәндеп шықтым. Достар, енді дәмі деген өте керемет болып шығады. Және дайындалу жолы да оңай. Көп ингредиенттерді қажет етпейді. Бар жоғы 1000 теңгелік ингредиент кетеді. Осы рецептпен дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Егер видео сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.